Ассалаумалейкум көпшілік. Кезекті біздің жұмысымыз. Осының алдында тартып кеткен болатынбыз. Соны кейін розетка выключательдерін қосып берейін деп отырмын. Егер де өзіңіз өз қолыңызбен үйдің монтажын жүргізгіңіз келсе, онда ең бірінші сізге кабель дұрыс болу керек. Осы сылақтың астынан қалдыру үшін керек заттар кабель, сосын соны жарға ұстататын кез келген электрический материал болу керек. Бірақ осы жерде бір ескере кететін жағдай, сымдарды қолданбаңыз. Біздер бұның астына ақ провод АПП ескі, соны қолданған болатынбыз. Себебі сыртында изоляция бар. Сыммен тартып тастасаңыз, ол проводник болып қалады. Сондықтан да алдағы уақытта әсер етуі мүмкін. Кабельдің енді бұл жерде 3-те 1,5 ВВГ кабель, 2-де 2,5 розеткаге ВВГ болды. ГОСТ жақсы кабельдер. Кабельдің жалпы сечениесі неге байланысты жатады? Нагрузкаға байланысты жатады. Үйде неше кондер бар, неше қандай заттар бар деп жобамен ақылдасып соған байланысты жатады. Сосын жарды осылай ойып, бұл 65 диаметр, 65-тік бетонға арналған баспат, сонымен ойып отырғыза береді. Бұны гипспен отырғызады. Бұл жерге бірінші су шашады, ойылған жерге, сосын барып подрезательникті отырғызады. Бұлай міне. Бұның да 2 түрі бар. Бұның да диаметрі 65-тік 2 түрі бар. Және де мен бұл жерде алғанда осылай біріккен бар, сосын дара бар. Біріккендер мына қос рамкаға қолданатын жерге жақсы. Және де мына шуруптарына мән беремін. Болуына шуруп розеткалерді шығып кетпеуге соған көп көмегі бар. Бұл жерде розетка выключательдер бәрі Вико маркадан қолданып жатыр. Викодан қолданып жатыр. Турецкий, Измирден шығады, Түркия. Гипспен отырғызылған жер біздің. Осылай тегіс көлемде отырғызасыз. Кабельдерін ашып, шуруптап, рамкамен отырғызамыз. Сосын ағашпен, төбемен жүрген жерлерге негізі гофра пайдаланған дұрыс. Сол баса мән беретін заттар осы электромонтажда.